Сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Мәдени мұра сыр шертеді. 51-ші тапсырма. Бірдей тақырыпқа берілген мәтіндерді оқып, өзара салыстар. Қайсысы ғылыми мәтін, қайсысы көркем мәтін? Жіпсіз байлау. Бір күні бір бай, әй алдар, жіпсіз түйінсіз байлауға бола ма? Дейді алдарға. Байеке, күте тұрыңыз. Мен мұна үйге кіріп шығайын. Сонан соң айтармын, дейді алдар. Бай далада сарылып, әрі тұрады, бері тұрады. Алдар үйден шықпай қояды. Күте тұрыңыздың аяғы жіпсіз байлау екен ғой, деп өкінеді. Бай сонда. Алдар көсе қазақ ауыз әдебиетіндегі халық арасына көп тараған ұнамды күлдіргі кейіпкер. Әр кезде өмір сүрген ақылды да айлакер, тура да тапқыр. Жарлы Жақыбайдың қамын жеген әділ адамның жиынтық бейнесі. Ол бірде жұмыртқадан жүн қырыққан дүние қоңыз шық бермес, Шығайбайдың басын шыр айналдырса, бірде тиыннан теңге құраған саудагердің өзін мұзға отырғызып кетеді. Халық пысық надан байларға, суайт саудагерлерге өз өкілі алдар көсені қарсы қояды. Сөйтіп, ел көз қарасын, тілегін алдар көсе арқылы танытып отырған. Осы екі мәтінді салыстыратын болсақ, бірінші мәтініміз бізде ғылыми мәтін, екінші мәтініміз көркем мәтін болып тұр. 52-ші тапсырма. Мектепте мен әлемді танимын тақырыбында зерттеу жұмыстарының мектепшілік байқауы өтіп жатыр. Сен тілші ретінде осы байқау туралы репортаж жаса. Репортаж оқиға орнынан жедел әрі көркем етіп берілетін хабарлау, баяндау сипатындағы жанр. Мұнда тілші мәліметті тікелей оқиғаға орнынан алады. Сұрақтарға жауап жаз. Саған кімнің зерттеу жұмысы ұнады? Маған Досанның зерттеу жұмысы ұнады. Несімен ұнады? Өйткені оның зерттеу жұмысы тиянақты, әдемі, көркем жазылған. Қалай ойлайсың, ғылыми жұмыста нені жақсару керек? Ғылыми жұмыста сен өзіңнің ойыңды әдемілеп жеткізе білуін керек. Айтар сөзіңді тыңдарманға жеткізе алдың ба? Айтар сөзімді тыңдарманға ойдағыдай жеткізе алдым. Уақытты дұрыс пайдалана білдің бе? Уақытты дұрыс пайдалана білдім. Алған репортажыңды сыныптарың қабырға газетіне, балалар журналына немесе балаларға арналған сайтқа жариялауыңа болады. 53-ші тапсырма. Жарнамадағы хабарландыруды оқып, қайда баратыныңды ойланып шеш. Мен демалыс күндері сенбі жексенбі күні, яғни дельфинді тамашалауға баратын едім. Өйткені дельфинді көру ол менің бала кездегі арманым. Жұмыс күндері дүйсенбі жұма 10-нан 6-ға дейін. Демалыс күндері сенбі жексенбі. Дүйсенбі жұма 12:00 18:00. Сенбі күні 15:00 21:00. Демалыс күні жексенбі. Мен әрине дельфиндерді көруге баратын едім, өйткені олардың әрбір іс-қимылдары, суда жүзгені және ол дельфиннің сүйкімділігі маған өте қатты ұнайды. Сол себепті дельфиндерді тамашалауға баратын едім. Дүйсенбі, сенбі 9:05. Демалыс күні жексенбі. Күн сайын жұмыс істейді. Сағат 9-дан 5-ге дейін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге тапсырмалар түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналымызға тіркеліп кетейік. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып кетсеңдер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.